Сәлем, бүгін сіздермен Гүлхан Мырзатайқызы. Бүгін ерекше тағамның бірін әзірлейтін боламыз. Ол татарлардың тағамы. Ал ендеше бастаймыз. Ыдысымызға қаймақты саламыз. Бөлме температурасында болу қажет. Оның үстіне ерітілген сары майды құямыз. Кішкене тұз салып араластырамыз. Бір келігі етіп араластырып болған соң, елгезекте міндетті түрде ұнды өткізіп аламыз. Оның үстіне қопсытқышты қосып, өте жұмсақ етіп қамыр илеңіздер. Бөлек бір ыдысқа қоспасын дайындайтын боламыз. Картопты майдалап турап, оның үстіне етімізді саламыз, туралған. Кішкене пияз, өзіміздің қалауымызша дәмдеуіштер саламыз. Мен тұз, бұрыш, кішкене кориандр салып жібердім. Ал енді оны араластырамыз, жақсылап. Дайын болған қамырымызды кішкене бөліктерге бөлеміз. Әрбір бөлінген бөлікті дөңгелек етіп жаямыз, оның үстіне дайын қоспамызды саламыз. Және де бір келкі етіп, дөңгелек етіп түйетін боламыз. Дайын болған тағамымызды ыдысқа астына пергамент қағазын төсеп қойып шығамыз. Тағамыз өте дәмді болсын десеңіз, оның ішіне кішкене сары май саламыз. Ал енді пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіретін боламыз. Әдемілігі үшін бетіне кішкене күнжіт сепсеңіздер де болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Гүлхан Мырзатайқызы. Келесі кездескенше.